Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңдер. Сіздермен бүгін Д дәрумені жайлы ақпарат беріп өтетін боламын. Жалпы Д дәрумені ағзамыздың қалыпты жұмыс жасауы үшін қажет. Ол кальций, фосфордың сіңуіне көмектеседі. Сүйек бұлшығы жүйесін нығайтады. Рахит дамуының сүйек сынуының қаупін азайтады. Көмір сулар мен майлардың алмасуын реттейді. Сонымен қатар қант диабеті мен семіздіктің алдын алады. Жүйке жүйесіндегі жасушаларды қорғайды. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Көңіл күйді көтереді. Депрессияның алдын алады. Қан айналым ағзаларының қызметіне қолдау жасайды. Ал енді сіздерге Д витамині жетіспесе не болады? Сол жайында айтып кетсем. Қай жасыңызда бұл дәруменнің жеткіліксіздігіне ұшырағаныңызға байланысты Д дәруменінің 5 жасқа дейінгі балаларға дұрыс дамуы үшін ішкізеді. Сондай-ақ аяғы ауыр әйелдер мен емізетін аналарға да тағайындайды. Мектеп жасындағы балалар мен ересектерді де Д дәруменінің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Витаминнің тапшылығын сүйектердің сынғыштығынан аңғаруға болады. Оған жеткізбес үшін қызыл сигналды дәл уақытында анықтаған жөн. Бұл дәруменнің жетіспеушілігін әрдайым шаршап жүруден, жиі тұмауратудан, шаштың түсуінен, терідегі жаралардың ұзақ жазылуынан, буын, арқа мен бұлшықеттердің ауырғанынан аңғаруға болады. Мінеки Д дәрумені жайлы сіздермен қысқаша ақпарат айтып өттім. Каналым пайдалы болса, каналымның дамуына үлес қосыңыздар.